Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж арнасы. Бүгін мына бамперді қалпына келтіретін боламыз. Жалпы бамперді үш жағдайда ғана қалпына келтіруге болады. Бірінші, үйрену үшін. Екінші, ол бампер сатылымда жоқ болса. Үшіншіден, жағдай жоқ, сатып алатын ақша болмаған кезде ғана қалпына келтіруге болады. Біздің жағдай үшіншісі болып тұр. Мына бамперді қалпына келтіруді өтініш еткен болатын. Жағдай қатты жақсы емес. Ошым жыртылып, айырылып кеткен, мына жақтары айырылып кеткен. Сосын мына жағы вообще түсіп қалғанын. И мынау крилода қалып қойған. Мына ортасы жетіспейді мынандай жер. Бұған отдельно қойып көреміз, енді білмеймін қалай тұратынын көреміз. Жолдорога баламач, чуканчик, комментаж, головаш, досым жолдан қаш. Ақу, ұшты. Қайқа. Асманға. Ақу, ұшты. Қайқа. Асманға. Райл, твайл, трисл, райл, твайл, трисл, райл, твайл, трисл, райл, твайл, трисл. Дыккын дышын, дыгы дыгы дыш, дыккын дышын, дыгы дыгы дыш, дыккын дышын, дыгы дыгы дыш, дыккын дышын, дыгы дыгы дыш. Чүчүлеңе берманту, ойын отус башталды, граната ташталды, балдар качтыла, машина келатат, пип. Бет сенче. Ақу, ұшты. Қайқа. Асманға. Ақу, ұшты. Қайқа. Асманға. Энна бена со, энна бена су, энна бена со, энна бена су. Қатырып жатсаң, сен балалыққа барсаң, бұлттарға жөлініп, бұқта бере қалсаң. Алма бұш, озма түш. Дыккын дышын, дыгы дыгы дыш, 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 дыккын дышын, дыгы дыгы дыш. Мен бастадым, Нұржан ағам мына бамперді бітіріп қойды. Жағдайы мынандай болып тұр міне. Пайка анау мынауға сына бермейді, негізі ол пластик. Сымды немесе сетканы қойғанын, осы пластикті өз-өзіне пайкалеген жақсы, негізі мықтылау тұр. Сым ол дұрыс бірікпейді пластмаспен. Мына жоқ жерге басқа бамперден кесіп алып қойдық, бірақ қалыңдау, мынаған қарағанда енді жаман емес. Қазір қанша нагрузка болса да ол анау мынауға сына бермейді. Іш жақтарына мынандай кусок пластмасс жабыстырылды. Бұл подкрыльник. Анау мынау пластмасс жабыстыра беруге болмайды, кейбір пластмассалар сынып кетеді. Сол себепті жұмсақ подкрыльник болса әдемі жабысады. Негізі өзінің электрод деп айтамыз, сондай пластмасс сатылады. Ол бірақ штугы пәленбай теңге, оны сатып алғанша шыққан подкрыльниктерден жабыстыра берген болады. Мына жағы мынандай болып тұр міне. Өшім алдыңғы түрінен кәдімгідей жақсы болып қалды. Енді мынаның үстіне бәріне ойық жерлерге стекловолокна шпаклевка жағып, тегістеп грунтовкасын шашып, бұйырса краскілейтін боламыз. Осымен тамамдаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.